ана деп жатсыз. Тап сол Ернардың досын таңдап келген екенсіз да. Неге Ернардың досы Сатдәулетті таңдау керек болды? Әлде Ернарды қызғандыру ма деген сұрақ ойға келіп тұрды енді осы орайда. Неге бірден Ернар деген не деген аты? Жоқ, енді біліп тұрып қой енді Ернардың бұрынғы қызы деп Сатдәулет айтып тұр. Қазір Ернардың досы болса екеуі бір үйде туып бір өспейтін шығар. Мейлі, енді біздер екеуі екі түрлі, ол бұл әнші, музыка саласында бар шығар. бүгіннен бастап танымауы да мүмкін, бірақ ше, бұл Сатдәулетті білеміз бе? Қандары білемін ғой, не болып жатыр бірнеше адам. Екінші сұрағым бар да менің. Сізде қазір мынандай жағдайлар келеді, ақталмай қалса, осы жерде таныстық алаңы деп екінші жігітке танысып көруге ұсыныс тасталады. Егер де Сатдәулетпен дұрыс болмай жатса, енді Құдай сақтасын деп айтайыншы, дұрыс болмай жатса, қандай жігіт бар деп ойлайсыз мына жерде, кімге өзіңіз көзіңіз түсіп отыр? Мен қайтен отқан жоқпын, мен таныстағы адам бар, Аллаға шүкір деп айтайын. Ладно, мен бұл жерге бүгін дәл қазір болған, жалпы бұл жақта отырған, келген, туаған, күлген, ойлаған. Енді мен сіз тыңдадым, сізді тыңдап алдым. Сұрақ қойып садыңыз ғой. Просто мен енді Ернарға келген кезде мен бір жігіттен екінші жігітке секірмеймін. По факту келетін болсақ, архивті ашсаңыздар, мен бір-ақ жігітке до конца болғам. Мен өзім тастап кетпегенмін. Бір-екі себептер болып қалды. Сатдәулетпен егер де білмеймін болмай жатса енді өмір ғой. Бірақ бірінші жігіт сияқты олайшылап до конца жалпы деп жатқан ғой, осы сөзіңіз менің есімде болады енді. Баласа ханым, қазір жерде Ернар сөз сұрап еді жаңа. Сөз сұрағанда қалай болды екен? Жоқ, жаңа Сатдәулеттің сөзін айтайын деген ғой. Жоқ, сіз сұрап дос табылады, қыз табылмайды да. Сол ғой айтайын деген. Жоқ, қазір керісінше айтайық бұны. Қыз табылады, дос табылмайды. қанша дос керек болып тұр ма? Мектеп болмайды. Жоқ, бірден жаман ойлап қалмасын, Ернар бауырым екеуміз қатты әзілдесеміз. Бүгін суббота ма? Демалыс па? Түсінемін ғой, екеуі де бір бөлді. Иә, Ернар енді жаңағыдай халыққа жаман ой болып салынып кетпесін. Ернар менің бауырым. Енді бұл қыз келіп отыр. Қатты жазылмаған қазір. арасында жақсы бір тіл табысып, жақсы бір махаббат туындап жатса, мен оған қуана-қуана Әдемге жазылып кеткен. қараймын деген әңгіме ғой, енді нұр үстіне нұр деген сияқты. Сондықтан ешқандай бұл жаққа неприязнь жоқ, тек қана бақыт деген жауап. Және менің таныстығымдағы аруым бар. Неге Насырен? Ауырат. Жоқ, мен досым не болды? Насырен біртүрлі болып қалды. Ауырат. Жоқ, ондай емес. Білмеймін, настроение түсіп отырмын неғып. Жоқ, досым андай. Жоқ, негізі Ернар Ауырат қатты. Араласқанда алдында бір рет сол бір случай болып қалған. Сол кезде хат алмасқанымыз бар. Өмірде былай бүйтіп жолығып, күнделікті сообщениемен ондай жазыспаймыз. Мен жалпы переписканы да барлығын көрсетіп қоймын, ол жағынан тазамын деп айтуға. жай ғана кейбір себептерге байланысты оның үстіне бір маңызды дүние болмаса. Ешкім аяқ қолыңды бүйтіп. Алдын бір рет деген күні кеше емес па? Мәссаған. Кеше сөйлесіп едіңіздер аяғын? Жоқ. Мен айтсам бола ма? Баласа ханым, мен жаман состояние қалдырғым келмейді. Мен Ернар айта салайыншы, өтініш. Сатдәулет кішкене дұрыс емес ойлап қалды. Енді Сатдәулетке келіп тұрмын. Күні кеше мен қазір бірінші аккаунтым жоқ та.